Сәлем менің құрметті көрерменім, сіздермен Сабира. Бұл әңгіменің екінші бөлімі. Алдыңғы бөлімін менің каналымнан тыңдай аласыздар. Қой, қайдағына жоқты айтпай. Жеңістен рахат көрмесең, сапардан көресің. Жұлдыз енді ол жат жұрттық қой. Одан көресің деп айта алмаймын. Неге әке-шешесін шақырып, қыздарының қылығын айтып, әкесіне ұрыстырып, басып қоймайсың? Бұл әке-шешесін тыңдайтын адам емес. Отбасын қатын басқарған көш умушыма еді. Шешесінен көргенін істейді да қыз деген. Қыздарына ақыл айтудың орнына шешесі қайта-қайта келіп, екеуінің араларына түсіп, қызына сүміремей басыңды көтеріп жүр. Сен бұл үйде құл емессің. Бірдеңе дейтін болса бізге айт. Түрмеде шірітемін бұларды деп жүрген шешеден тәуір ақыл шығады дейсің бе? Әкесі жүрген бір алқаш. Балам жақсы көрген соң осы күнге дейін дұрысталып кетер деп үміттеніп келдім ғой. Онда келініңе сенікі дұрыс деп қана күн көресің. Арғы жағында бір адам өзі-ақ түсінер, бірақ артында ойлағаның жақсы. Сен жақсыны жиі айта берсең, басындағы бөркін құндыз бөрік деп ойлауы мүмкін. Сондықтан да алдымен өзің шыдамды болуға тырыс. Егер бұдан артық шыдай алмаймын десең, алыстау жерге еншілерім беріп жібер. Мүмкін сонда алыста жүріп, қиналып түсінер сенің қадіріңді. Кәне, дүние болса беріп жіберер едім-ау. Мұның айтатыны да осы ғой. Бір арзандау, қазірге жарайтын там да жоқ, бөліп жіберейін десем. Әкесі болмаған соң балам да келіннің айдауынан шығып жаны ашмайды. Өздері тиын тауып қолыма ұстатпаған соң менен қандай дүние күтеді бұлар? Төркіннің жағдайы анау, бір-бірлермен қырылысып жүрген біреулер. Кезінде балам, бір қызбен сөйлесіп жүрмін. Тек дүниесі жоқ, қарапайым жандар демеңіз. Қыздың өзі тәуір сияқты. Ата-анасымен сөйлесіп көресіз бе дегенде, жағдайы төмен болса бола берсін. Керісінше, қиыншылықты көп көрген жандардың түсініктері мол болады. Әке-шешесімен сөйлескеннен не пайда? Қыз өзіңе ұнаса болды. Өзің де адам танитын жансың ғой, деп балама ақыл айтқан мен едім. Керісінше, түк көрмегендерден сақтану керек екен, деп көзінен көл боп аққан жасын көйлегінің етегімен тағы бір сүртіп қойды. Есіктің алдында ары-бері өз тірлігімен жүрген Әсел енесінің сөздерін анық ести алмаса да, өзін жамандап жатқанын біліп: айт бәрін, саған олар көмектесіп жақсылық жасайды, деп естірте күбірлеп қояды. Әселдің қылығына қарап таңдайын қаққан Жұмагүл апа: ғалымға да халықтан үйрену аз болар, өзімшіл болмай, білмегенін үйреніп, үлкеннің алдында бас имей ме, қасиетсіз, деп іштей басын шайқап отыр. Осы күннен кейін әрқайсысы әр жаққа қарап, бір-біріне ашылып сөйлемейтін болды. Бір күні Биғайша апаның ауылынан 300 шақырымдай жерде тұратын қайын інісі Берік осы жағдайдың бәрін естіп, бала-шағасы бола тұрса да: жеңеше, жеңісті келін екеуің менің қолыма беріңіз. Үй онша тар емес. Әзірге бізде үйде тұра тұрсын. Балаларым да жас. Олар өсемін дегенше жеңісте жұмыс істеп дүние жинап там алып қалар, деп екеуін бір күннің ішінде көшіріп әкетті. Жеңіс анасы мен әйелінің бастары піспейтінін біліп, бірден келісімін берді. Ал Әсел болса, бармаймын деп қипақтағандай болып еді, оған Жеңіс сыңай танытпады. Өйткен Әселдің ойы жеке өздері ғана бөлек шығу болатын. Мұны естіген ел-жұрт қойшы соларды. Өз үйлерінде өзінің ата-анасына сыймаған адам қай жерге барып сияр дейсің? Өзге жанды қорлаған өз басым оздыра алмас, деп шу етті. Міне арада бір жыл өтті. Бастапқыда жақсы келін атанған Әсел
Кейіннен бұл үйге де сыймаған соң Берік бұларды 2 айдан соң-ақ елден жеңгесінен үй алғанынан үйлеріне жібермей, совхоз директоры Омар Қалмұрзаевпен сөйлесіп, ауылдағы ескі мектептің бір бөлмесіне отырғызып қойды. Енесінің алдында қайқайып жүретін Әсел, қайнағасының үйінен кетіп, бұл жерге келіп жейтін қара нан таппай қиналып, саудамен айналысамын деп, бар дүниесін сатып, одан пайда көре алмай, бұрынғысынан да нашарлап кетті. Ол жаққа келгеннен кейін Берік Жеңісті ауылға тракторист етіп жұмысқа орналастырған болатын. Жұмысқа уақытылы келмеген соң шығарып жіберген еді. Енді ол да бос. Осылай өмір кешіп жүрген Жеңіс пен Әсел кіші баласы Жанарыстан айырылып қалды. Жанарыс топ баламен ойнап жүріп, суға ағып кетіп, қиналған үстіне қинала түсті. Бір күні Әсел шекесіне жанына қатты қиындыққа шыдай алмай, төзімі таусылып Жеңіске қарай енесінің алдына баруын өтініп, солқылдай жылады. Өмірді кейіннен түсінген Жеңіс те қатты ашуланып, «Қандай екен өмір, енеңнің қадірін енді түсіндің бе? Сен үшін мен анама тіл тигізіп, атына кір келтірдім. Үйдің үлкені болып, әкемнің орнына әке, бауырларыма үй болардай едім. Анаң жаман, бауырларың жаман деп, бәріне айдап салдың. Одан қала берді, жеріктігіңді сылтау етіп, менің тауып келген азын-аулақ тиынымды анам мен бауырларымнан тығып, бар тәтті тамақты алдыртып жедің. Мұншалықты сұм болар ма едің? Әттең, кеш таныдым сені. Ертерек танығанымда ғой, анамның мұншалықты денсаулығын алмас едім. Енді үйге қай бетіммен барамын, сен де бармайсың. Өл осында. Бәрі сенің кесірің деп, даусы қарлыға айқайлап, ызалана жылап, өзіңді де қатты қиналғанын білдіре езілді. Жеңіс үйленгелі әйелінің бетіне келіп тұрғаны осы. Бұл ойлар кіші ұлы қайтыс болған соң туған болатын. Содан бері айта алмай, реті бүгін келіп айтып тұрған жері. Әбден ішіндегісін ақтарып, босап алған соң, есін жия басын көтеріп, алдында сағы сынып, сұрпаты бұзылып тұрған, жауыздай көрінген әйеліне жиіркене қарады да, өзгергенің рас болып, барлық жауыздығыңды тастап, адам боламын десең, апама барып, барлығын өзің айтып, кешірім сұрап, аяғына жығыласың. Не болса, соны шешеңе жеткізіп, шешеңді арамызға араластыратын болсаң, сол күні өзің де құрисың үйден. Төркінге баруды ұмытасың. Жылына бір жиынға барсаң барасың, бармасаң ол да жоқ. Тек менің рұқсатыммен ғана жүресің. Түсіндің бе деп, келісімін алған Берік ағаларының үйіне барып, қалған азын аулақ тірліктерімен өздерінің үйлеріне қайта апарып тастауын өтінді. Берік бұлардың өз ауыздарынан шыққан сөздеріне қуанып, келісімін беріп, өзім де сендерге айтуға бата алмай жүредім. Шешелеріне де қуанып қалар, жеңгем де қуанып, ағамның да аруағы риза болатын болды. Әселге қарап, келін шырағым, өмірді көрдің, түсінген шығарсың. Өмір біз ойлағандай оңай емес. Сен күйеуіңе, ата-енеңе, жалпы қайын жұртқа қалай қарасаң, Алла да саған солай қарайды. Сен жолдасыңды өз бауырынан қанша алыстатқың келсе, Алла сені бауырларыңнан соншалықты ажыратады. Бұл ақиқат. Өз төркініңнің қазіргі жағдайына қарап, салыстырып көр, нанбасаң. Сен қаншалықты күйеуіңнің жанын ауыртып, енеңді жылатқан сайын, өз анаң жаны қиналып, түрлі дертпен ауырып, бауырларың да тоз-тозы шығып жүр. Мен сені жылатайын деп, немесе бетіңе басайын деп айтып отырған жоқпын. Мен де қыз өсіріп отырмын ғой. Менің ақылымды әкем айтып отыр деп қабылда.
жалпы менің айтпағым, ертең барып алып бұл мінезіңді тағы қайталап жеңгемді жылатып жүрмеңдер дегенім, деп екеуіне көптеген ақылдарын айтып ағалық жолын білдірді. Әсел мен Жеңіс Бексұлтанды алып берікке ілесіп, жүктерін артып шыққан орталарына қарай бет алды. Барса Биғайша апа төсек тартып қатты сырқаттанып жатыр екен. Үйге жеткенше көңілдері қобалжып келген Әсел енесінің жатқанын көріп, бойы өз айыптарынан, қайғы қасіреттен, сағыныштан жарыларға шақ келіп, азғындап кеткен әлсіз денесінен енесінің алдына барып кешірім сұрап жығыла жылай бастады. Апа, кешіріңіз мені. Менің ісімнің бәрі балалықпен болған екен. Сіздің қадіріңізді 8 жыл алдыңызда жүріп емес, 8 ай далада жүріп түсініп келдім. Сіз бізді қанша ұрыссаңыз да адам болсын дейді екенсіз, деп үйінен келместей болып шыққан, кеткеніне енді өкініп отырғанын білдіріп, Жеңіске берген уәдесі бойынша енесінің аяғына жығылып, қайта-қайта кешірім сұрады. Жеңіс те ара-арасында Әселге жағаласып, қылығына қысылыңқырап кешірім сұрап жатыр. Ал Биғайша апа бұлардың бар көрген қиыншылықтарын сырттай естіп жүргенін айтып, немересін еске алып, біраз көңілі босап, өксіп жылай алды да, артынан бұлардың ана қадірін түсініп, қайтып алдына кешірім сұрап келгеніне не қуанарын білмей, не ашуланарын білмей, іштегі басымдау қуанышын сыртқа шығаруға жүрексіне қорқып, баласы мен келінін көз жанарымен аймалап, Бексұлтанды құшағына алып, көпке дейін құшақтап жатып, жүрегі тулап, өзіне келе алмады. Біраз уақыттан соң басын көтеріп, шырағым, атаңның жоқтығын білдірдіңдер екеуін де. Атаң болғанда мұндай күн кешпес едік. Атаң салт дәстүрді берік ұстанған, өте қатал, жақсыға жанын беретін, жаманның жанын алатын адал жан еді. Деді де көзінің жасын бір сығып алып, өткендегі сөздеріне бүгін жауап берейін. Сол күннен бері жанымды жегідей жеп жүр сөздерің. Мен баламды қызғанбаймын сенен. Саған ешқашан айдап салған емеспін баламды. Немерелерімді де айдатпаймын. Керісінше, сендердің тыныш болғандарыңды қалап, басу айтып, араларыңа түскенмін кешегі күнге дейін. Бұл саған ақталғаным емес. Жанымды тазалап алайын дегенім. Ана мен бауырлардан артық ешкім сендерге жандары ашымайды. Ал сенің өз анаңның істеріне екі дүниеде де түсінбей өтетін шығармын. Мен баламды жақсы көрсем, сені одан артық жақсы көргенмін басында. Себебі сені атаңның ұрпағын жалғастырушы деп қабылдап едім. Сен өз тірліктерімен көңілімді суыттың. Ойланып келген екенсіңдер, енді қайтып өткен күндеріне аяқ баспайды деп ойлаймын. Сендермен алысатын менің де шамам жоқ. Мұнаны естеріңнен шығармаңдар. Не ексең соны орасың деген. Маған күйеуіңе, жалпы өзгелерге не істесең, Алла өз алдыңа қайталап алып келетінін ұмытпаңдар, деп келіні мен баласына жылы қабағын ұсынып құшағына алды. Денсаулығы да айығып қалғандай, бойындағы әлсіздік жойылып, сап-сау жандай жеңіл тартты. Жұпар мен Сапар да анасының жылы жүзінен көздері көтерілгендей білініп, көздерін аналарынан алмай, анамыздың сырқатының емі осылар екен ғой, дегендей жымия езу тартып тұрды. Мұны естіген ел жұрт тағы да у-шуға басты. Айтып едік қой, әне өз үйінде сыймаған бала еш жерге сыймайды. Тереңнен ойлай алмайтындар таязда да тұншығады деген. Көрдіңдер ме, балаларым, жаман қылық, жаман ойдан аулақ болыңдар. Жаман әйел алып артынан еріп кетпеңдер. Әр басқан қадамдарыңды анықтап ойланыңдар деп, біреулер бала шағаларына ақыл айтып, осы бір жайды мысал етіп жүрді.